7-ші сынып қазақ тілі мен әдебиеті пәні 3-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалау. Ғаламтормен дұрыс жұмыс жасау. Мәдениет, музыка, қазақтың киелі домбырасы, төрт түлік мал мен егіншілік, ел берекесі, Наурыз мейрамы, ақ мол болсын, ұлыс оң болсын бөлімдері. Мәтінді мұқият тыңдап, төмендегі тапсырмаларды орындаңыз. Киіз үй. Киіз үй орталық және Орта Азияны қоныстанған мал өсірушілердің негізгі баспанасы. Орталық және Орта Азия халықтарының көшпелі тұрғын үйі. Көшпенділердің киіз үйі тарихымыздағы ең бірінші сәулеттік құрылыс. Киіз үйдің іші қыста жылы, жазда салқын. Сондықтан шопандар да, туристер де пайдаланады. Киіз үй жер сілкінісінде де ыңғайлы, өйткені ол оңайлықпен бұзылмайды. Қазақстан жер сілкінісінен зардап шеккен елдерге шатырдың орнына киіз үйлер апарып жүр. Киіз үй қазақ халқының бір шегесіз жиналып, бір шегесіз құрылатын, қыста жылы, жазда салқын, көшіп қонуға ыңғайлы тұрмыстық үй. Ол көшіп қонғанда тез жиып, шапшаң тігуге ыңғайлы. Жазда ауасы таза әрі салқын. Қыста қазақтар киіз үйдің сыртқы киіздерін қабаттап жауып, қыстан шыға берген. Киіз үй торкөз керегелерден және уық пен шаңырақ киізден тұрады. Киіз үйдің ағаш қаңқасы 3 бөліктен құралады. Кереге, уық, шаңырақ. Қазақтардың үйі көшпелі тұрмысқа бейімделген. Киіз үй мал баққан көшпелі халықтардың қысы-жазы отыратын өте қолайлы және төзімді баспанасы. Ол тез құрылып, тез жиналады. Көлеміне және сыртқы кейпіне қарай әртүрлі болып келеді. Ақпараттарды дұрыс-бұрыс айтылмаған нұсқасымен сәйкестендіріңіз. Біріншісі С нұсқасы, екіншісі А нұсқасы, үшіншісі В нұсқасына жатады. Мәтінді мұқият оқып, оқылым тапсырмаларын орындаңыз. Бірінші, мәтіннің жанрын анықтаңыз. Құттықтау хат. Екінші, құттықтаушы кім? Мейрамова. Үшінші, құттықтау хатқа тән екі сөз қолданысты көрсетіңіз. Құрметті және құттықтаймыз. Төртінші, құттықтау кімге арналған? Ләйла Қадырқызына. Жазылым. Наурыз мейрамы ұлыстың ұлы мерекесі тақырыбына эссе жазу. Айтылым. Берілген шартты суреттер нені меңзейді? 4 суреттің бірін таңдап, жұппен диалог құрастыру. Менің каналыма тіркеліп, осы тапсырманың толық нұсқасын жауабымен бірге алуға болады.